несі бар, ережесі бар, иә? Ал сабағымыздың ережесін тағы бір қайталап өтейікші. Орнында тұрып айтамыз. Мектепте 5 алу керек. Тамаша. Мұғалімді тыңдау керек. Тамаша. Сабақтан қалмау керек. Тамаша. Сабақтан 5 алу керек. Жарайсың. Тағы кім айтады? Кәусар? Қызық болмау керек. Тамаша, жарайсың. Ал біз бүгін сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын қайталап өтейік, иә? Біз алдыңғы өткен тақырыбымыз қандай болып еді? Күрделі сөздер. Енді үй тапсырмасын қайталау үшін тоңазытқыш әдісімен қайталап өтейікші. Мына жақта сендер тоңазытқыш көріп тұрсыңдар ма? Тоңазытқыш көріп тұрсыз ба? Біз тоңазытқышта не сақтаймыз? Тағамдар, иә, жейтін тағамдарды сақтаймыз. Енді осы тоңазытқыштың алдында осылай тағамдарды көріп тұрмыз. Осы кез келген өзіне ұнаған тағамды таңдап, артында сұрақ беріп, сол сұраққа жауап береміз. Ал кім шығады? Нұрдия, шыға ғой. Үш сұрағын қандай ғой? Күрделі сөз дегеніміз не? Дауысын шығара ғой, айта ғой. Күрделі сөз дегеніміз екі немесе одан да көп түбір сөзден құралған болса, сөзді күрделі сөз дейміз. Мысалы, ақтөбе, ата-ана. Тамаша, отыра ғой. Ал балалар, енді Нұрдияның жауабын қол шапалақ арқылы бағалап өтейікші. Жарайсыңдар. Тамаша. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашпас бұрын мен сіздерге мына ребус жасайықшы. Бәріміз тақтаға мұқият қараймыз, ребусқа мұқият қараймыз және шешеміз. Кімді? Ал Кәусар айта ғой. Біріккен сөз. Тамаша. Қандай сөз шықты? Біріккен сөз. Яғни бүгінгі сабағымыз тақырыбы біріккен сөздер. Алла, біріккен сөздер дегеніміз екі немесе одан да көп түбірден құралған сөздерді біріккен сөздер дейміз. Олар бірігіп жазылады және бір сұраққа жауап береді. Мысалы, алабота, бал-қарағай, саршаян, ақтөбе, тасбақа деген сөздердің бәрі біріккен сөздер деп аталады. Яғни олар екі сөзден құралған, екі түбірден құралған және бірігіп жазылатын сөзді атаймыз. Ал жауабын тыңдайықшы енді, бәріміз тыңдаймыз. Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Біріккен сөздер дегеніміз екі немесе одан да көп түбірден құралған сөздер. Олар қалай жазылады? Я, олар бірігіп жазылады. Мысалы, алабота, бал-қарағай, көкшетау, екібастұз. Осыған орай, осы тақырып біріккен сөздерге орай сөз, ойлар, тез ойлау ойын арқылы сөздер қайықшы. Мына жақта сіздерге сөздер берілген. Айна, көк, қос, құтан, ақ, бақа, төбе, тас, гүл, аяқ. Осы сөздер бір-біріне біріктіріп, сөз құрамыз керекпіз. Ал мұқият қараймыз. Орнымыздан тұрамыз. Айна, гүл, тамаша. Келесі кім айтады? Тасбақа, тамаша. Келесі? Көк құтан, тамаша. Келесі? Келесі? Айталық көсір? Гүл. Гүл деген біріккен сөз жаза ма? Жоқ, жатпайды. Ол жай бір ғана сөзден, бір ғана түбірден жасалған. Тағы кім айтады? Айта ғой. Ақтөбе. Ақтөбе, тамаша, жарайсыңдар. Бүгін жұмыс жасайықшы. Оқулығымызды ашамыз, біріккен сөздердің ережесін тізбектен оқып шығайықшы. Ал кім бастайды? Оқы ғой. Екі не одан да көп түбірден құралған сөздерді біріккен сөздер деп атайды. Олар бірігіп жазылады. Мысалы, алабота, бал-қарағай. Ашамыз. 111-ші беттегі 25-ші жаттығуға қараймыз. Жоғарыдағы мәтіннен қарамен жазылған сөздерді теріп жаз дейді. Ал мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді айтайықшы. Бағдәулет, эколог, Ақмарал, Нұрханат, тақтар кім айтады? Гүлбану дейді, иә? Ал енді бәріміз тақтаға қараймыз. Міне, сөз құрамына талда әр сөз неше түбірден құралған дейді. Бірінші, бұл осы
Жарайсың. 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 Жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашып, мына тақтадағы сөздерді көркем жазамыз. Аққу, шаң сорғыш, кемпір, қосақ. Енді я жоқ деген ойынның ойыншы қазір тез жылдамдап мен сұрақтар қоямын. Соған я немесе жоқ деп жауап былай көтереміз. Түсінді ма? Бастаймыз. Ақтөбе сөзі біріккен сөзге жатады. Я ма жоқ па? Я. Тамаша. Келесі. Алма сөзі біріккен сөзге жатады. Жоқ. Тамаша. Енді осы жауабымызға байланысты мынандай сыңарын тап деген ойынын ойнайықшы кезірек кәнекей. Мынандай қазір сіздерге сөздер жазылған карточкалар таратамын. Сол әр сөздің сыңарларын табу керексіңдер. Шағу. Қырық аяқ. Қандай сөз шықты сонда? Қырық аяқ. Қырық аяқ. Балалар енді сіздер тақтаға тұрып қараймыз. Жетістік баспалдағы көрдіңіз ба? Бұл жақта 4 баспалдақ бар. Мүлдем түсінбедім. Сары баспалдақ сұрағым бар. Көк баспалдақ түсіндім. Жақсы баспалдақ жақсы түсіндім. Енді бүгінгі сабақ біріккен сөздерді түсінсек, жақсы түсіндім деген жерге смайлик қоямыз. Түсіндім деп. Ал жақсы түсінсек, жақсы түсіндім деп. Жай түсінсек, түсіндім. Сұрақтарыңызды смайлик қойсыңдар, мүлдем түсінсе смайлик қойсыңдар. Жарай ма? Жарайсың. Балалар, енді үйге тапсырма біріккен сөздер ережесін жаттау және 112-ші беттегі 27-ші жаттығуды орындап келеміз. Түсінікті ме? Күнделігімізді ашып жазып аламыз.